Включать свой звук. На другой. Мен айтқанын басқару мүмкін. На галочка, да. Все. Райхан апай. Бастаймыз ба? Ja, бастай. Болды. Жақсы, бастаймыз. Аты бәрі өшірген. Құрметті әріптестер, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды бастауыш негізгі орта және жалпы орта білімнің, жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі қосымша білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өту қағидаларын шарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы 83 бұйрығына өзгерістер енгізілгенін білесіздер. Былтырғы оқу жылында 24 жылы сәуір айында 72 бұйрықтың бірінші қосымшасы шыққан. Былтырғы оқу жылындағы педагогтер сол бұйрыққа орай аттестатталған болатын. Ал биылғы оқу жылында осы 25 жылы ақпан айында 72 бұйрықтың екінші қосымшасы өз күшіне еніп, жаңағы ұсынылды. Биылғы оқу жылындағы мұғалімдер осы бұйрықтың негізінде аттестатталынбақ. Бұл жердегі зерттеушілік санатын растайтын және педагог зерттеушілікке өтетін, кезектен тыс сарапшылыққа өтетін мұғалімдерге міндеттелініп отырған конструкция. Яғни өзінің авторлық әзірлемелерін үш ауданға тарату міндеттелініп отыр. Соны жүзеге асыру барысында бүгінгі мынау арқылы өздерінің авторлық әзірлемелерін ортаға салғалы отыр. Айтқан жоқ па әлі? Енді бұл бүгінгі күнде салғалы отырған істерде мына жерге қарасаңыздар, енді мақсаты әртүрлі білім беру мекемелері арасында ынтымақтастық қалыптастыру, коммуникацияның мақсаты тәжірибе алмасу, ортақ жобаларды іске асыруды қолдау. Мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыру арқылы білім беру сапасын жақсарту. Келетін нәтиже мұғалімдер жаңа әдістерді қолдану арқылы оқу сапасын арттырады. Педагогикалық тәжірибелерді тарату барысында мұғалімдер өз шығармашылықтарын дамытады. Педагогикалық тәжірибелердің таратылу нәтижесінде білім беру саласында тұрақты әрі тиімді өзгерістер орын алады. Мұғалімдер арасында кәсіби байланыстар орнап, болашақта бірлескен жұмыс жасау мүмкіндіктері ашылады. Осыған орай бүгінгі 5 педагог өзінің авторлық әзірлемелерін ортаға салынады. Барлығы осы Қожа Ахмет Яссауи атындағы нөмір 100 мектеп гимназияның мұғалімдері бірінші Бекзат Нәзірқызына сөз сөйлеген білеміз. Осы мектептің қазақ тілінің әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бекзат Нәзірқызы сөз сөйлеген. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Ералиева Бекзат Мажитовна, Қожа Ахмет Яссауи атындағы нөмірі 23 мектеп гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, педагог зерттеуші. Авторлық бағдарлама тақырыбы билердің сөзі, нақылдың көзі. 11 сынып оқушыларына арналған элективтік курс. Барлығы 34 сағат, аптасына 1 сағат. Өтпейді. Курс мақсаты билердің шешендік өнері мен нақыл сөздерінің терең мағынасын оқушыларға таныту, билердің даналық сөздерін зерттеу арқылы жастардың ұлттық құндылықтар мен мәдениетке деген құрметін арттыру, оқушылардың сөйлеу мәдениетін дамыту, ұлтын сүйетін асыл мұраларымызды, тарихын құрметтейтін, рухани адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген білімді азамат тәрбиелеу. Курс міндеті билердің айтқан нақыл сөздері мен шешендік сөздерінің мағынасын, тарихи мәнін түсіндіру, халқымыздың мәдени мұрасын сақтап, оқушылардың ұлттық сана сезімін қалыптастыру, өз халқының тарихы мен мәдениетіне деген сүйіспеншілігін арттыру, ұлттық болмысын нығайту. Күтілетін нәтиже: оқушылар қазақ билерінің шешендік өнері мен нақыл сөздерін зерттеу арқылы ұлттық құндылыққа құрметтеумен қарауды үйренеді, шешендік өнерді меңгере отырып, өздерінің тұлғалық дамуына,
адамгершілік қасиеттеріне және моральдық ұстанымдарға жауапкершілікпен қарауды үйренеді. Өз ойларын дәлелді, әсерлі әрі жүйелі түрде жеткізу дағдыларын жетілдіреді. Ұлттық шешендік сөздерді заманауи талапқа сай жаңғыртады, өмірде пайдаланады. Бағдарламаның өзектілігі. Тәуелсіз еліміздің өркениетті мемлекеттермен терезесін теңестіретін азаматтарды тәрбиелеу, бағдарламаны оқыту барысында нәтижеге жеткізері анық. Шешендік сөздерді оқыта отырып, ойларын еркінде шебер жеткізуге, ұлттық мұраларды құрметтеу сезімдерін арттыру, ұлтжандылыққа тәрбиелеу курстың негізгі мәселесі болып келеді. Оқушыларға шешендік сөздерді үйрету, олардың қоғамдық пікірталастарға, пікір алмасуға, өз ойларын ашық әрі сенімді түрде білдіруге көмектеседі. Жастардың ұлттық сана сезімін қалыптастырып, оларды өз халқының болашағы үшін жауапкершілік сезіміне тәрбиелейді. Ерекшелігі. Курс қазақ билерінің нақыл сөздері мен шешендік өнеріне негізделген. Бұл оқу үдерісінде оқушыларды ұлттық мәдениет, дәстүрлер мен тарихқа жақындатуға мүмкіндік береді. Оқушыларға шешендік өнердің негіздерін үйретіп, сөйлеу мәдениеті мен сөз саптаудың маңыздылығын түсіндіреді. Сөз мәдениеті мен риторикалық дағдыларын дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Оқушылардың ой өрісін кеңейту, оларды елжандылыққа, әділдікке, адалдыққа тәрбиелеу курстың негізгі ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Ғылыми әдістемелік деңгейі. Курс қазақ шешендік өнері мен билердің нақыл сөздерін жүйелі түрде зерттеп, олардың тарихи, мәдени және әдеби мәнін тереңінен қарастырады. Әдістемелік құралдар мен жаттығулар оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыруға, логикалық ойлануын дамытуға және сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Бұл әдістер оқушылардың дербес ойлауын, ұжымда жұмыс істеу қабілетін және шешендік дағдыларын жетілдіреді. Курс барысында заманауи педагогикалық әдіс-тәсілдер мен ақпараттық технологиялар қолданылады. Оқушыларға шешендік өнерді оқытуда мультимедиалық материалдар, бейне мазмұндар, электронды кітаптар мен платформалары пайдаланылады. Бұл оқыту сапасын арттырып, білімді жан-жақты меңгеруге ықпал етеді. Билердің сөзі нақылдың көзі элективті курсының ғылыми әдістемелік деңгейі, ғылыми негіздері құрылып, оқушылардың ұлттық құндылықтар мен шешендік өнерді тереңінен меңгеруге бағытталған жүйелі және заманауи әдістемелік тәсілдерді қамтиды. Тұрақтылау мазмұны. Кіріспе қазақ халқының асыл сөзі туралы түсінік беріледі. Кіріспеге 1 сағат берілген. Одан кейін 3 бөлімге бөлінеді. Бірінші бөлімде билер сөзі нақылдың көзі. Бұл бөлімде Майқы бидің, Асан қайғының, Жиренше шешен, Қарашаштың шешендік сөздері мен тәлімдік нақыл сөздері қарастырылады. 9 сағат. Келесі екінші бөлім. Екінші бөлімде халық қалаған сөз шеберлері бөлімінде Әсет би, Байдалы би, Жетес би, Шоған би шешендік сөздері қарастырылып, шығармашылық жұмыспен бекітіледі. 11 сағат. Үшінші бөлім 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Бұл бөлімде Әйгел би, Қадырғали би, Ескелді би, Балпық би, Бала би, Ноғайбай би шешендердің сөздері қарастырылып, шығармашылық жұмыспен пысықталады. 14 сағат. Әртүрлі әдіс-тәсілдер қолданылады бұл сабақтарда. Ақпараттық әдістемелік бөлім. Билердің сөзі нақылдың көзі бағдарламасы 11 сынып оқушыларына арналған. Бағдарламадағы тақырыптар 34 сағатқа жасалынды. Күнтізбе бағдарламасы аптасына 1 сағат. Бағдарлама базалық білім беру деңгейіне негізделіп жасалынды. Еліміздің рухани жаңғыру бағдарламасының бір компоненті ұлттық сөз өнерін дәріптеу. Бағдарлама шешендік сөздерге арналған сағат саны бағдарламаға сай тақырыпты қамтуға, практикалық жұмыстарға арналған. Практикалық жұмыста ауызша, жазбаша орындау, өздік шығармашылық жұмыстары мен меңгерген тақырыптарға талдау жасап,
ойын қорыту мақсатында ой толғау жасау, зерттеу жұмыстарын жасау қарастырылған. Қазақтың басқалардан айырмашылығы, біріншіден оқушының қазақ ұлттық шешендік сөздерді меңгеруіне, екіншіден салт дәстүрді алған теориялық білімін тереңдетуге, үшіншіден практикалық жұмыспен пысықтай отырып, зерттеу жұмыстарын жасауына мол мүмкіндік береді. Бұл сабақта оқушының тақырып бойынша алған білімі еселеніп, білім деңгейі тереңдеп, көнеден қалған жәдігерлерге, рухани байлығымызға ден қызығушылығы артады. Назарларыңызға рахмет. Айтатын ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Рахмет көп. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Алматы қаласы әуезов ауданы Қожа Ахмет Яссауи атындағы нөмірі 123 мектеп гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Садықова Айым Жайлаубекова боламын. Бүгінгі өзіңізге таныстырғалы отырған авторлық бағдарламаның тақырыбы асыл сөз арқылы оқушыларды шешен сөйлеуге баулу. 5-ші сынып оқушыларына арналған, барлығы 34 сағат, аптасына 1 сағат. Бағдарламаның мақсатына келетін болсақ, оқушыларға ұлттық асыл сөздерімізді, шешендік сөздерді дәріптеу, аңыз әңгімелер мен ұлттық шешендік сөздерді терең рухани мұра екенін түсіндіру, тиянақты білім беру, оқушылардың асыл сөздерімізді қадірлеуге, көз қарасын, пікірін, өз беттерінше тұжырым жасай білу дағдыларын қалыптастыру, оқушылардың алған білімдерін өмірде әлеуметтік ортада қолдана алуға бағыттау, ұлтын сүйетін асыл мұраларымызды, тарихын құрметтейтін инноватты мәдениетті, ұлттық ерекше рухани адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген білімді азамат тәрбиелеу. Міндеттері оқушылардың шешендік өнер туралы білімін кеңейтіп, тереңірек таныстырып, өмірмен байланыстыруға дағдыландыру. Дәстүріміз бен салтымыз арқылы оның адамгершілік асыл қасиеттерді дамыту. Адамгершілік қағидаларды, тәрбие мен тәлімді, патриотизмді, достықты, ерлікті, сүйіспеншілікті дәріптеп, таным белсенділігін арттыру. Бағдарламаның өзектілігіне келетін болсақ, қазіргі қоғамда оқушыларымыздың өз ойын еркін, дәл шешен жеткізе білуі, олардың тұлғалық дамуы мен болашақта жетістікке жетуінің маңызды көрсеткіштерінің бірі. Бағдарлама оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту, олардың шешен сөйлеу мәдениетін қалыптастыру және ұлттық құндылықтар негізінде тәрбиелеумен өзекті болып табылады. Оқушының сөздік қорын кеңейіп, өз ойын еркін әрі әсерлі жеткізе алу қабілеті дамиды. Ұлттық құндылықтарды бойларына дәрітіп, бағдарлама аясында қазақтың шешендік өнері, би шешендердің асыл сөздері, мақал мәтелдер, тұрақты тіркестер мен нақыл сөздер арқылы оқушылар тіл байлығын меңгеріп, ұлттық дүние таныммен сусындайды. Функционалдық сауаттылығы дамиды. Коммуникативтік дағдылары қалыптасып, сөз саптауы мен сөйлеу мәнерін жақсартуға бағытталған тапсырмалар олардың күнделікті қарым-қатынас мәдениетін арттыруға көмектеседі. Шешендігімен шебер сөйлейтін, көркем әрі әсерлі ой айта алатын, тыңдаушыны сөз құдіретімен баурай алатын, жаттынды сөздермен емес шешен сөйлеп ұшқыр ойлайтын тұлға қалыптастыруда пәннің қосар үлесі зор. Күтілетін нәтиже: қазақ халқының шешендік сөздерін тереңірек түсінеді, өз бетінше қосымша мағлұматтар іздей отырып ойларын, білімдерін саралайды, талқылауға өз ойларын ортаға салады. Ұлттық шешендік сөздерді заманауи талапқа сай жаңғырту өмірде пайдаланады. Ұлттық құндылықтарымызға ерекше құрметпен қарап, бағалай біледі. Тұрақтылау бөліміне келетін болсақ, 4 бөлімнен тұрады. Кіріспеден кейін бірінші бөлім аңыз түбі ақиқат 8 сағат, Әл-Фараби бабамыз туралы аңыздармен басталады. Екінші бөлім би шешендер 11 сағат. Бұл жерде Жиренше шешен, Байдалы би туралы, Тазша бала туралы әртүрлі аңыздарды оқып танысады.
Үшінші бөлім шешендік бәйтерек 8 сағат. Досай шешен туралы сырым, бөлтірік шешендердің шешендік сөздерін оқып, мұралармен танысып саралайды. Төртінші бөлімі шешендік сөздердің жауһарлары 7 сағат. Ақпараттық бөліммен таныстыра кетейін. Еліміздің рухани жаңғыру бағдарламасының бір компоненті ұлттық сөз өнерін дәріптеу. Оның ішінде шешендік сөздерге сағат саны алынған, бағдарламаға сай тақырыпты қамтуға, практикалық жұмысқа арналған. Практикалық жұмыста ауызша, жазбаша, өздік шығармашылық жұмыстар мен меңгерген тақырыптарды талдау жасап, ойын қорыту мақсатында ой толғау жазу қарастырылған. Курстың басқалардан айырмашылығы біріншіден оқушының өз ұлттық шешендік сөздерді меңгеруіне, екіншіден салт дәстүр туралы алған теориялық білімін тереңдетуге, үшіншіден практикалық жұмыспен пысықтауына мол мүмкіндік береді. Бұл сабақта баланың тақырып бойынша алған білімі ескеріліп, білім деңгейі тереңдеп, рухани байлығымызға деген қызығушылығы артады. Сабақты тартымды өткізуде мұғалім оқытудың әдіс тәсілдерін түрлендіріп, әртүрлі шешендік сөздерге байланысты көрнекіліктерді, сөздік көрнекілік, заттық көрнекілік, суретті, түсіндірмелі көрнекіліктерді, интерактивті тақтаны пайдаланып, тақырыпқа сай өзгертіп отыруы тиіс. Шағын лекция үлкен тарау алдындағы кіріспе сабақтарда оқушыға жаңа сабақты түсіндіруде қолданылады. Оқушыларды конспекті, тезистер, шығарма, ой толғау жазуға баулиды. Сұрақ жауап, әңгімелеу, алдын ала тапсырма беру, талдау, зерттеу әдісі әр сабақ үстінде қысқа түрде қорытынды қайталау сабақтарында кеңінен қолданылады. Шағын диспут, дөңгелек стол, әдеби сазды кеш өткізуге болады. Өздік жұмыстарында түрлі пікір, ғылыми ізденіс жұмыстары, шағын шығармалар, ой толғаулар жаздырылады. Оқушының ізденіс шығармашылығын шыңдау арқылы ырым, тыйым туралы айтылған ой пікірді жинақтап, ізденіс жұмысын өз сөзімен жеткізуге үйренеді. Әрі ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеуге талпынады, дағдыланады. Құрметті әріптестер, тыңдап, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Айым Жайлаубекқызы жақсы түсіндірме жұмысын жүргізіп шықтыңыз. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бастай берейін ба, Райхан апай? Жақсы. Ендігі кезек сұрақ жоқ болатын болса, онда Эльнара Жолдасқызына беріледі. Эльнара Жолдасқызы, сөз сөздері сізге. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Мансурова Эльнара Жолдасқызы. Мен Қожа Ахмет Яссауи атындағы нөмір 123 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Менің бағдарламамның тақырыбы бұл PISA тапсырмалар арқылы абай шығармаларына талдау жүргізу. 10-шы сыныптарға арналған. Жалпы 34 сағаттан тұрады, аптасына бір рет өткізіледі. Келесі жалпы курстың мақсатымен таныстырып кетейін. Бірінші осы курста мақсаты бойынша PISA тапсырмалары негізінде әдеби шығармаларды талдау және түсіндіру дағдыларын қалыптастырады. Міндеті PISA тапсырмалары арқылы Абай Құнанбаевтың шығармаларын тиімді талдап үйренеді. Оқушылар сонымен қатар топ ішінде белсенді тілдік қатынас орнату, сыни қабілеттерін дамытуға өте тиімді бағдарлама ретінде айтуға болады. Сонымен қатар енді күтілетін нәтижеге келетін болсақ, оқушылар Абай Құнанбаевтың шығармаларын тереңірек түсініп, оларды сыни тұрғыдан талдай алады және де PISA тапсырмаларын орындату арқылы түрлі дағдылар қалыптасады. Келесі бізде бағдарламаның өзектілігіне тоқталатын болсам, қазіргі заманда білім беру саласындағы басты міндеттердің бірі бұл оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру болып табылады. Бұл мақсатта халықаралық деңгейде өткізілген PISA зерттеулері маңызды рөл атқарады. PISA зерттеулері оқушылардың мәтінді түсіну, математикалық және жалпыстану ғылымдары бойынша сауаттылық деңгейін бағалайды. Қазақстанның білім беру жүйесі де осы бағытта дамуды мақсат етеді. Ерекшелігіне келетін болсақ, біріншіден бағдарлама бұл PISA тапсырмалары мен қазақ әдебиетін біртұтас етіп қарастырады. Бұл интеграцияланған тәсіл оқушылардың сыни ойлауды дамытып, оларды заман талабына сай білім алуға бағыттайды.
Сонымен қатар абай шығармаларын оқыту арқылы оқушыларға ұлттық құндылықтарды дәріптеу, қазақ әдебиетінің терең мағынасын ашу және оны жалпы адамзаттық құндылықтармен байланыстыру басты назарға алып отырмыз. Енді осы бағдарламаның ғылыми әдістемелік деңгейіне келетін болсақ, біріншіден бұл бағдарламада Абай Құнанбаев шығармаларының мазмұны мен идеялары жан-жақты талданып, ғылыми көзқарас тұрғысынан зерттелген. Әдеби шығармаларды талдау барысында заманауи филологиялық және педагогикалық зерттеулердің нәтижелері ескерілген. Енді келесі оқушылардың оқу материалдарының игеруіне көмектесетін түрлі әдістемелік құралдар, жұмыс дәптерлер, тапсырмалар жиынтығы, қосымша әдебиеттер және мультимедиалық материалдар әзірленген. Бұл құралдар оқушылардың білімін тереңдетіп, оқыту процесін жеңілдетеді деп ойлаймын. Негізінен тұрақтылық бөліміне келетін болсақ, бұл бізде 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде бұл кемел ақын, кемеңгер ойшыл деп аталады. Бұл өзі жалпы 9 сағаттан тұрады. Абай атамыздың өлеңдерін 2 сағаттан оқиды. Бұл бірінші кезекте қалың елім, қазағым, қайран жұртым 2 сағаттан береді. Жақсылық ұзақ тұрмайды өлеңі 2 сағаттан беріледі. Бөтен елде бар болса өлеңі 2 сағаттан тұрады, және 8 аяқ өлеңі 2 сағаттан. Және шығармашылық жұмыста бізде бар 2 сағаттан қолданады. Екінші бөлімде Абайдың қара сөздеріне кезек береміз. Бұл жерде пиза тапсырмалары негізіне талдаулар жүргізіледі. Және де үшінші бөлімде бұл пиза тапсырмалары негізінде түрлі тәсілдерді қолдана отырып, соның ішінде мазмұнды интеграциялау қолданып Абай шығармаларын талдайды. Бұл жерге бізде 14 сағаттан береді. Сонымен қатар бұл жерде шығармашылық жұмыстарды жасайды. Ақпараттық әдістемелік бөлімге кезек беретін болсам, бұл жерде пиза тапсырмалары арқылы Абай шығармаларын талдау жүргізуде. Осы авторлық бағдарламада түсінік хатта көрсетілгендей мақсат міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған. Бағдарламада тарауларға орай алынған тақырыптар білім беру стандарттарына сай игеруге тиіс материалдарды қамтылған. Ал осы тақырыпта игеруде қашықтан оқу бағдарламасында қолданылатын инновациялық тәсілдер тақырыптарды толық меңгеруге көмектеседі. Инновациялық әдіс тәсілдер арқылы берілген тақырыптар, шығармашылық жұмыстар формативті бағаланады. Және де шығармашылығын дамытатын тақырыпқа сай берілетін тапсырмалар оқушылардың даму рейтингін бағалап, мониторинг жасауға көмектеседі. Курстың басқалардан айырмашылығы оқушылардың шығарманы түсіне отырып, мәнерлеп оқуына, талапқа сай нақышына кетіріп, қашықтан айта білу шеберлігіне, ақын шығармашылығын толығымен игеруіне, қаламгерлер мұрасын дәріптеуге бағытталған түрлі шығармалар, көркемсөз оқу бағдарламалар байқауларына қатысуларына осы бағдарлама арқылы балаларды біз дағдылана аламыз және дайындай аламыз деп айтқым келеді. Құрметті әріптестер, осы менің бағдарламам жалпы сіздерге түсіндіріп кеттім. Енді сұрақтарыңыз болса, мархабат, рахмет сіздерге. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, онда келесі кезекті Ләйла Нүкенқызына береміз. Ләйла Нүкенқызы, сөз сөйлейміз сізге. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Құдайбергенова Ләйла Нүкенқызы, 123 мектеп гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, педагог, сарапшы. Авторлық бағдарлама тақырыбы ерекше білім беруді қажет ететін балаларды оқытудың әдіснамалық негіздері, 7-ші сынып оқушыларына арналған, барлығы 34 сағат, аптасына 1 сағат. Арнайы курстың мақсаты ерекше білім беруді қажет ететін балалардың өз мүмкіндіктерін барынша жүзеге асыру арқылы қоғамға толыққанды мүше болуын қамтамасыз ету. Қазақ тілі пәнін оқытуда ерекше білім беру қажеттіліктері бар аутизмнің жеңіл түрімен ауыратын балаларға психологиялық, педагогикалық көмек көрсете отырып, қарымды қабілеттерін дамытып, ережеге сай кешенді оқыту, оқуға деген белсенділігін қалыптастыру. Баланың жеке жас ерекшеліктері мен қабылдау деңгейін ескере отырып, әр тақырыпқа даярланған тапсырмалар тізбегін дамыта бейімдеп оқыту және салыстыру, талдау, жинақтау, қорытындылау, жалпы ойлау дағдыларын қалыптастыру, зейіннің тұрақтылығы мен зейін шоғырлануын дамыту, көру, есту арқылы есте сақтауын дамыту, сөйлеу тілін, сөздік қорын арттыру болып табылады. Енді бағдарламаның міндеттеріне келетін болсақ, әр баланың жеке қажеттіліктерін анықтау арқылы жеңілдетілген жүйемен білім беру мазмұнын бейімдеу, сабақта танымдық іс-әрекет процестерін дамыту, интеграциялау арқылы жұптық, топтық жұмыстар арқылы оқуға ынтасын оятып, зейін тұрақтылығын қалыптастыру.
педагогикалық тәсілдердің әртүрлі деңгейдегі оқу қабілеттеріне сәйкестендіру, сабақтың қарқынын оқушылардың жеке мүмкіндіктерімен үндестіру, оқушылардың ақпараттық технологияларды сабақта қолдана білуіне ықпал жасай отырып, ақпараттық мәдениетті қалыптастыру, оқытудың өзгермелі әдістерін қолдану, тапсырма нұсқаулығының дәлдігі мен қысқа болуын қамтамасыз ету. Енді осы бағдарламада күтілетін нәтиже сабақ барысында оқушы жеңілдетілген жүйемен оқиды және пәнге деген қызығушылықтары артады. Сабақта танымдық іс-әрекеттер процесі дамиды. Интеграциялау, жұптық, топтық жұмыстар арқылы оқуға ынтасын оянып, зейін тұрақтылығы қалыптасады. Топтық, жұптық жұмыстарды орындау арқылы мақсатқа, нәтижеге жетуге дағдыланады. Оқушылар проблемалық жағдайдан шығудың жолдарын үйренеді. Ақпараттық технологияларды сабақта қолдану арқылы ақпараттық мәдениет қалыптасады. Түсініп оқу мен өздігінен жазу дағдысы дамиды. Енді бағдарламаның өзектілігіне келетін болсақ, әлемдік білім беру үдерісінде мүмкіндігі шектеулі баланың қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған қажетті талаптар құрылған. Осы талаптарға сай отандық білім беру жүйесінде ерекше білім беруді қажет ететін балаларды білім беру мен тәрбиелеудің жалпы ортаға қосудың кешенді механизмі инклюзивтік білім беру және инклюзияға арналған технологиялық ресурстар, әдіс тәсілдердің белгілі бір спектрін пайдалану өзекті болып саналады. Бағдарламаның әдістемелік деңгейіне келетін болса, қазақ тілі сабағында инклюзивті білім беру, ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға бірте-бірте сатылап, ілгерілеу тәсілі арқылы оқыту және баланы қабылдау деңгейіне қарай ойлау, есте сақтау, қиялдау, елестету сынды танымдық психологиялық тұрғыда педагогикалық психологиялық көмек көрсете отырып, жас ерекшеліктеріне және білімдік қажеттіліктеріне жағдай қалыптастырып, тиімді кешенді оқытуға бағытталған. Енді бағдарламаның тұрақтылау мазмұны 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі фонетика 10 сағат, екінші бөлімі морфология әлеміне саяхат 10 сағат, және бірнеше бөлімшелері бар. Сонымен қатар үшінші бөлімі тіл мәдениеті 9 сағат, төртінші бөлімі тіл қарым-қатынас құралы 5 сағаттан тұрады. Яғни қосымша бірнеше бөлімдерге бөліп қарастырған болатынмын. Енді ақпараттық әдістемелік бөлімде кіріспе, фонетика, қазақ тілінің дыбыстық жүйесі, әліпби мен әріптер, сөз құрамындағы дыбыстар, шығармашылық жұмыс тақырыптары қамтылған. Аталған бөлімді проблемалық оқыту технологиясы, деңгейлік саралау технологиясы, сын тұрғысынан ойлау технологиясы және жеке оқыту технологиясы арқылы оқытамыз. Енді авторлық бағдарламаның екінші бөлімі морфология әлеміне саяхат 10 сағат берілген. Ол жерде сөз таптары, жай сөйлем құрастыру, жақсы және жаман сөздердің әсері, диалект және әдеби тіл, әлеуметтік желідегі тіл мәдениеті және шығармашылық жұмыс тақырыптары негізінде құрылған. Аталған тақырыптар мына технологиялар арқылы оқытылады, яғни инклюзивті білім беру технологиясы, ақпараттық оқыту технологиясы, тьюторлық технология, топтық және диалог құру технологиясы арқылы оқытқан өте тиімді болады. Енді тіл мәдениеті бөлімінде 9 сағат берілген. Бұл жерде тіл мәдениеті, мәтін түрлері, мақал-мәтелдер және оның мағынасы, қазақ тілі және цифрлық әлем, қазақ тіліндегі жаңа сөздер мен терминдер, сөз өнері және ораторлық тақырыптар, ораторлық қабілет тақырыптары негізінде құрылған. Аталған тақырыптар Ясминскийдің жеке тұлғаны дамыту технологиясына, Нұрша Оразаханованың сатылай кешенді талдау, сатылай кешенді оқыту технологиясы, Селевконың өзін-өзі дамыту технологиясы және кезеңдеп оқыту технологиясымен оқытқан өте тиімді болып келеді. Енді лингвистика 5 сағат берілген. Бұл бөлімде бірнеше технологиялар қолдануға болады. Яғни бұл жерде де инклюзияларды оқыту технологиясы, жаңа білім беру технологиясы, мәліметтік жобалап оқыту технологиясы және Монтессоридің өзіндік дамыту технологияларымен оқытқан өте тиімді болып келеді. Және бағдарламаның арнайы қысқа мерзімді жоспарлары 34 сағатқа толығымен жасалған және пайдаланған әдебиеттер бағдарламаны қамтиды. Енді қорытындылайтын болсам, бағдарлама инклюзивті білім беруді дамытуға және оны практикаға енгізуге негіз бола алады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қосымша сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, мархабат, комментарийға да жазуға болады.
Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Аты жөнім Қылышбаева Фарида Бегімқызы, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Мен ұсынып отырған бағдарлама тақырыбы қазақ балалар драматургиясы, дәстүр мен жаңашылдық. 8-ші сынып оқушыларына арналған, барлығы 34 сағат, аптасына 1 сағат. Курстың бұл элективті курстарды қазақ балалар драматургиясының ерекшеліктерімен таныстырып, оның дәстүрлі және заманауи бағыттарын меңгертуге арналған. Курс барысында оқушылар қазақ драматургиясының тарихи дамуын, балаларға арналған пьесалардың мазмұндық және көркемдік ерекшеліктерін зерттеп, театр әлеміне терең бойлайды. Балалар, яғни жасөспірімдер үшін драмалық шығармалардың ықпалы ерекше екені белгілі. Себебі драмалық шығармалар баланың әдебиетпен қатар театрға деген қызығушылығын қалыптастырады, сөйлеу мәнері, мәдениеті мен эстетикалық талғамын дамытады. Әдебиет пен театр бір-бірімен тығыз байланысты және әрқайсысы бір-біріне үлес қосатын өнер екендіктері, екеуі де бірден бір тәрбие бесігі құралы екендігі менің дәл осы тақырыпты таңдауыма себеп болды деп айтар едім. Арнаулы курстың мақсаты қазақ балалар драматургиясының тарихы мен драматургияның әдебиеттегі орны туралы түсінік қалыптастыру, дәстүрлі және заманауи драмалық шығармалардың ерекшеліктерін салыстырып, олардың маңыздылығын түсіндіру, балалар драматургиясының жанры мен тақырыптық ерекшеліктеріне қарай драма театрларда қойылатын пьесалардың дәуір тынысы мен көркемдік деңгейін анықтау, ұрпақ тәрбиесі үшін балалар драмасындағы ұлттық дәстүр маңызын түсіндіру. Міндеті дәстүрлі және заманауи балалар пьесаларының ерекшеліктерін талдау, балалар драматургиясының тілдік және көркемдік ерекшеліктерін меңгерту, оқушылардың драматургиялық шығармашылық қабілеттерін, шығармашылық ойлау мен драманы түсіну қабілеттерін дамыту. Күтілетін нәтиже қазақ балалар драматургиясының тарихи және мәдени маңызын түсінеді, балаларға арналған пьесалардың құрылымы мен ерекшеліктерін меңгереді, қазақ драматургтерінің шығармашылығымен танысады және талдайды, драмалық мәтіндер жазу қабілетін дамытады, театр өнеріне деген қызығушылығын арттырады. Өзектілігі мен ерекшелігіне келетін болсақ, өзектілігі бағдарламада қазақ әдебиетінің ерекше түрі ретінде бұл балаларға арналған драмалардағы дәстүр мен жаңашылықты зерттей отырып, ұлттық құндылықтар мен рухани мұраны жаңғыруға ықпал ету көзделіп отыр. Қазақ балалар драмасының дамуы қазіргі қазақ театр өнерінде балалар драмасының көрермендер санының артуына да ықпалы зор. Тәрбиелік маңызы драмалық шығармалар балалардың эстетикалық талғамын қалыптастырып, рухани адамгершілік құндылықтарды сіңіруге әсер етеді. Тіл мен ұлттық мәдениетті насихаттай отырып, қазақ балалар драмасы арқылы ана тіліне, ұлттық салт дәстүрге қызығушылықтарын арттыруға үлесі бар деп ойлаймын. Ерекшелігі балалар драматургиясы бұл бағдарлама балалардың психологиясы мен қызығушылықтарына сай жазылған, олардың дүниетанымын кеңейтетін және ой өрісін дамытуға арналған театрлық шығармаларды тану, балалардың шығармашылық әлеуетін дамытуға, олардың өнерге деген қызығушылығын арттыруға, сондай-ақ ұлттық және әлемдік мәдениеттің байлығын да таныстыруға бағытталған. Тұрақтылау мазмұны құрылымына келетін болсақ, бағдарлама 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім ол драмалық шығарманың теориясы, 9 сағат бөлінген. Екінші бөлім балалар драмасын оқыту әдістемесі, 11 сағат бөлінген. Үшінші бөлім балалар драмасы бойынша шығармашылық тапсырмаларды ұйымдастыру. Жалпы бұл бағдарлама менің ойымша қажетті, оқытылу керек деген ойдамын. Бағдарлама ұнаған болса, пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Сұрақтарыңыз болса, мархабат.